Ассалаумағалейкум, көрермен. Сөз қадырын өз қадырым деп ұққан, аталы сөз атан түйеге жүк болатын аталы сөзге тоқтай білген исі қазақтың ұрпақтары армысыздар. Бүгін біздің негізгі тақырыбымыз осы сөз жайында, тіл жайында болмақ. Сол үшін арнайы осы салада қызмет етіп жүрген Қазақ радиосының журналисі диктор Мұхаммедәли Болатұлы бауырымызды арнайы шақыртып отырмыз. Түркістан облысына шырайлы шым қалаға қош келдіңіз, Мұха. Қадамыңыз құтты болсын. Бүгін енді әңгімеміздің негізгі арқауы осы сөз, тіл, үн мәселесінде болады. Біз енді әуелгі сұрақты Ереке, осы өзіңізді дін саласының маманы ретінде осы сөздің шығу төркінінен бастаған жөн көріп отырмыз. Адам баласына, ардақталып жаратылған адам баласына берілген ең асыл қасиеттің бірі тіл, сөйлей білу. Осы сөз арқылы елдік те, ерлік те, батырлық та, адамдық қасиеттер де жырға қосылады, тілге тиек етіледі. Бүкіл әлемнің жаратушысы Алла тағаланың да көркем есімдері, сипаттары, құдірет күші осы тіл арқылы, сөз арқылы біздерге баяндалады. Осы сөз жайында әңгімемізді әуелгі өзіңіз бастаңыз. Жалпы адамға берілген құралдардың ең ұлысы, ең кереметі сөз. Өйткені сөзбен сіз қолыңыздың, көзіңіздің жетпеген жерге сөз арқылы жетесіз. Заттық түрде қандай да бір нәрсені нысандасаңыз, оған сәйкес келтіре алмауыңыз мүмкін, бірақ сөздің сәйкес келмеуі мүмкін емес. Өйткені сөйлеген сөз өз орнын табады, сәйкестігінде табады. Жалпы соңғы пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламның ерекшелігі, сол кездегі бір ерекшелік, Аллахтың берген бір ерекшелігі, ол әрине сөз, әдеби тұрғыда сөйлеу, шешендік, осы пайғамбарымыздың ерекшелігі. Білесіздер, жалпы әр пайғамбардың келген уақытында бір ерекшелік болады. Ол пайғамбарға да мұғжиза болсын, ерекшелік болсын, сол дәуірдегі не даңқын жайып тұр, қандай нәрсе бас көтеріп тұр, сол арқылы беріліп отырған. Мысалы, Мұса пайғамбарымыз кезінде сиқыршылардың дәуірі болса, сиқыршылардың сөзі жүретін дәуір болса, адамдарды сендіру, адамдарды өзіне қарату осы сиқыршылық арқылы болса, білесің, Фирғауынның өзінің қаншама сиқыршылар болған, өзінің ерекшелігі ретінде сол сиқыршыларды қолданып халықты өзіне қаратқан. Иса пайғамбарымыздың кезінде мысалы емшілердің дәуірі болған, ол кезде емшілер не айтса, не сөйлесе, халық соған сенетін болған. Пайғамбарымыздың уақытында осы әдебиет алға шығып тұр. Сол үшін пайғамбарымыздың ең үлкен ерекшелігі, ең ұлы ерекшелігі осы шешендік, сөз өнері. Сөзді дұрыс қолдану. Өйткені пайғамбарымыздың хадисіне де қарасаңыз, өте қысқа сөзде қаншама өте үлкен түсініктерді, мағыналарды сол қысқа сөзбен білдіріп отырған. Мысалы, пайғамбарымызға да кәпірлер сол дәуірдің ең атақты ақындарын, шешендерін мысалы жіберіп, сен барып сөйлесіп қайтшы, бұны райынан қайтар деген кезде, олар келіп пайғамбарымыздың Құран оқығанын көріп, мысалы бастары айланып, бұл бір адам сөзі болуы мүмкін емес, бұны бір адам ойлап тауы мүмкін емес деп, кейбіреуі иманға келсе, кейбіреуі тек қана бұл сиқыр болуы мүмкін деп ғана жала жауып кете беретін болған. Енді бұл сөздің құдіреті, жалпы сөз дегеніміз не? Ол негізі Аллахтың құдіретін көрсетеді. Ол құдіреті соншалықты біз сөздің қалай жаратылғанын қазіргі кезде көзге көрінбегендіктен бұны біз негізі байқай алмай қаламыз. Құранда Аллахтың сөзі болғандықтан, Құранда да мысалы адамдарға, сол пайғамбарымыз уақытындағы шешендерге, ақындарға майдан оқиды. Ең жоқ дегенде, мысалы бір сүреге ұқсас, соған ұқсас бір сүре сияқты жазып алып келіңдер, немесе 10 аят алып келіңдер, немесе 1 аят алып келіңдер деп қаншалықты майдан оқыса да, ешбір адам бұған жүрек жұтып, төтеп бере алмаған. Бірақ кейбір ақымақ адамдарда болған, соған ұқсатамдап кейбір сүрелерге ұқсас өлеңдер шығарған, бірақ бұны арабтардың кішкентай балалары да оқыса, бір күлкілі жағдайға түсіп, өзі ұялатын, өзінің күлкінішті, мазаққа айналып қалған. Сондай жағдай. Расында да Ерболат бауырымыз сөз зергері, сөз сұлтаны, пайғамбарымыздың
өмірінен, оның қандай шешендігінен болсын әңгіме өрбітіп отырсыз. Енді жалпы осы сөздің жасалу технологиясы шығуы жайында осы сөз сөйлеп эфирде жүрген, ел алдында жүрген азамат ретінде Мұхаммед-Әли бауырым өзіңнен сұрасам. Маман ретінде айтар болсақ, сөздің жасалу тәсілі өзі күрделі, дегенмен білетін адамға бір қарапайым көрінеді. Бір сөзді біз айтып жатырмыз, оны баяндап жатырмыз, білдіріп жатырмыз. Оның жасалу жолы ауадан басталады. Адам ауаны жұтқан ауасы, сол дыбыс болып, сөз болып шығады. Мынау көгеттің астына алынған ауадан басталып, мынау өңештен келіп көмей үн болады. Одан мынау ауыз қуысы, осы мұрын, тіл, тіс, ерін, езу, таңдай, ол таңдайдың да өзінің аралықтарының барлығы, тілше барлығы осы әріп құрайды. Әріптерді әрқайсысының өзінің міндеті бар, бір әріпті құрауда. Сөйтіп олар әріптерді құрап сөз қылады, сөзді құрап сөйлем қылады, ал енді сол сөйлеммен ойын айтып жеткізе береді. Бір қызық оқиға болады. Біз осының барлығын айтамыз енді. Өзіміздің алдымызға шәкірттер келсе, немесе білгісі келген адамның сұрағы болса, жауап ретінде осыны айтамыз. Және осы қалыпты да дайындайды. Яғни ең бірінші осы саланың мамандарына дем алуды, деммен жұмыс істеуді, кейін осы дикцияға жұмыс істеу үшін жаңағы ауыз қуысын барлығын өзіне керек құрал, адам өзін құрал ретінде қолданып, осындай бір мамандықты игереді. Ал енді біздің өзіміз шәкірт болған кезде үнемі бір көкейде сұрақ болатын. Ұстаздарымызға айтатынбыз, осы расында да мылқау адамның да, оның да жаңағы бүкіл ағзасында сөйлеуге қажетті құралдарының аппаратының барлығы бар. Оның да тілі бар. Оның тілінің де көлемі, ұзындығы сау адамдыкімен бірдей-ақ. Оның да ерні бар, езуі бар, оның да жағы бар, барлығы. Сөйлейтін адамдағы қалыпты жағдай сол адамда да болады. Неге ол сөйлей алмайды дегенде түрлі сылтау немесе жаңағы салдарын да айтатын. Бәлкім ол құрсақтан дұрыс жетілмеді мекен, бәлкім ол психологиялық тұрғыда бір соққалды мекен бала күнде деп. Жоқ, барлығы жақсы, оның денсаулығы, қабілеті бізбен пара-пар бірдей-ақ деп айтқан күннің өзінде жауап таба алмайтынбыз. Негізі осы жауапта дінде болса жалпы сөздің шығу тәсілі ауада. Ауа жаңағы дүниенің барлығы сөйтіп шығады. Сөз материалды зат екенін де білеміз. Себебі ауада қалықтап жүреді, магниттік өріс арқылы өзіндік жиілікте. Оны қабылдап радио толқындар өзінің қабылдағыш арқылы көпшілікке әртүрлі жиілікте, әртүрлі радионың бағытын ұстатып отыр. Яғни ауада сөз қалықтап жүр. Себебі осы биылғы жылы шыққан көпшілікті жалпы елді елең еткізген жаңалық бір дүйім жұртты таң қалдырды. Жапон елінде бір құрылғы ойлап табылады. Ол құрылғы жер бетіндегі алғашқы адамның сөзін табуға қабілетті болуы мүмкін. Сол құрылғыда сондай мүмкіндіктің болуы ғажап емес дегендей дүниелер айтылды. Сонда ауада қалықтап жүрген әрбір ауа кеңістігі бос емес. Яғни дәл осы біз отырған бөлменің өзінде де бірнеше сөз, бұған дейінгі айтылған сөзде бар мекен бәлкім, сондай бір дүниеге келген. Ал енді сөздің жаңағы мылқау адам неге сөйлемейді деген дүниенің сұрағы қалады үнемі. Медицина, жалпы дәрігерлер болсын, дәл қазір қоғамда екі түрлі есеп болады ғой. Осы ауру, сырқау болсын, жалпы басқа да басқа жайтта. Ал енді дінде осы мылқау адамдардың сөйлей алмауы, соған жауап бар ма? Әрине, ол сөздің жаратылуы, жаңа баста да айттық, Алланың құдіреті деп, Аллахтың құдіреті. Неге? Өйткені Құраннан бір аяттан бір мысал беріп айтайын. Ибраһим пайғамбарымыздың отқа лақтырылған сәтті былай баяндалады: «Я нару куни бардан ва саламан аля Ибраһим». Ей от, Ибраһимге салқын және залалсыз бол. Құдірет деген ол Аллаху Тааланың күн, яғни бол деген әмірі. Бұл ауаға да Аллаху Таала солай әмір береді. Сен сөзді жарат деген кезде ол сөз жаратылады. Енді Ибраһим пайғамбар отқа тасталған кезде Аллаху Таала отқа әмір беріп тұр. Ей от, жағу ерекшелігіңді күшін жой. Сен салқын бол,
бірақ залалсыз салқын бол. Аллау Тағала отқа әмір берген кезде сен салқын және залалсыз бол деген кезде ол оттың өзінің ақылы жоқ қой, қаншалықты салқын болу керек, қаншалықты залалсыз болу керек. Сол үшін Аллау Тағала оны белгілеп беріп отыр да. Мысалы, салқын бол, бірақ салқын бол, тек қана салқын бол десе, мысалы 1000 градуста салқын болса, Ибраһим пайғамбарды мысалы үсітіп суықтан жағып жіберетін еді. Бірақ залалсыз бол деп оны белгілеп беріп отыр. Сонымен қоса аля Ибраһим деп Ибраһимге ғана. Өйткені Ибраһимге ғана деп айтылмаса, бұл әлемдегі бүкіл от ондай жағу ерекшелігін жоғалтып алатын еді. Сол сияқты бұл ауаға да Аллау Тағала бүкіл адамның аузынан шығатын сөзді жаратуды әмір етеді. Сіз А деген кезде А жаратылады, Б деген кезде Б жаратылады. Егер де бұл орындалмаса, ауа Аллаға қарсы шыққан болады. Бірақ нені жарату керек, қалай жарату керек, соны жаңағы Ибраһим пайғамбарға отқа барлық нәрсені түсіндіріп айтқан сияқты, ауаға да түсіндіріп айтады Аллау Тағала. Аны ағып, әні ағып жаратасың деген сияқты. Енді сол от Ибраһим пайғамбарды жақпаған сияқты, кейбір мылқаулардың аты керек болса аталып, Аллау Тағала ауаға сен мына адамның аузынан шыққан сөзді жаратпайсың дейді. Сол үшін оның жаңа сіздің айтып отырған сияқты бүкіл мүшесі бар, бүкіл жүйе істеп тұр, бірақ неге сөйлей алмайды? Өйткені ауа Аллахтан әмір алмай тұр да, ол адам үшін. Ал басында сөйлей алатын кейбір адамдар кейін жаңағы физикалық жағдаймен тамағына байланысты мына сөздің үн шығаратын кейбір мүшелері зақымданатын болса, ол басқа нәрсе. Бірақ ол анадан туған кезде мылқау болып туу, ол Аллау Тағаланың басқа сөйлей алатын адамдарға бір шүкіршілік етсін. Өйткені сөйлей алмайтын адам да бар екен. Менің сөйлей алуым бір ерекшелік екен. Ол бір нығмет екен деп шүкіршілік ету үшін сол кейбір мылқауларды Аллау Тағала жаратады. Енді сөздің де мысалы бір ерекшелігі жәннатта бүкіл нәрсе бірден жаратылады. Бұл дүниядағы сияқты сіз бір егін ексеңіз, немесе бір жеміс ексеңіз, белгілі бір уақыт күтесіз ғой оның жаратылуын. 3 ай күтуіңіз мүмкін, 4 ай күтуіңіз мүмкін. Енді бұл сөзде бір жаратылыс, бірақ бұл А деген әріпті сіз жарату үшін 3 ай күтетін болсаңыз, адамдармен тілдесу қалай болады? Бір адаммен онда сіз тілдесуді 3 ай бұрын жоспарлайсыз да, сонымен 3 айдан кейін кездесу керексіз, сол кезде аузыңызға еккен жаңағы сөздер жаратылу керек. Ол қандай қиындық тудыратын еді. Сол үшін мысалы жәннатта бір жемісті адам алған кезде, ол жемістің орнына сол кезде тағы бір жеміс жаратылып тұра береді. Ол тағы да өсіп шығу үшін көктемді күтпейді ол. Сол сияқты сіз А деген кезде аузыңызда тағы да Аны жарататын дайын тұрады. Сіз А деп айтқан кезде арғай жаратып кете береді. Мысалы тағы жәннатта бір құс ұшып бара жатса, мысалы адам жегісі келетін бір әшейін ішінен ой туындаған кезде дейді, ол пісіп алдында дайын тұрады мысалы. Ол құс ұшып кете береді дейді. Ал сіз басқа құсты жейсіз, ол кете береді. Сол сияқты мысалы адамдардың сөйлеген сөзі де қай кезде қалайды, сол кезде жаратылады. Ол жаратылған да жәннаттағы сияқты әр адамның құлағына бірден кете береді. Мен бір адам үшін бір сөз жаратып, екінші адам үшін екі сөз жаратпаймын да. Мен бір сөйлеген кезде мына жерде қанша құлақ болса, сонша сөз жаратылып, сонша адамның құлағына кете береді. Мысалы, пайғамбарымыздың бір мұжизасы бар, тарих кітабын оқысаңыздар, мысалы Бәдір соғысында бір уыс топырақты алып, пайғамбарымыз соған жүздерің қара болсын деп үрлеп, кәпірлер жаққа лақтырған кезде, ол бір уыс топырақ әр кәпірдің бетіне барып тиеді. Ол шашылып барып тимейді. Әр бір уыс топырақ әр кәпірдің бетіне барады. Бұл енді мұжиза дейміз ғой бұны. Бірақ сөз де сондай да. Сіз бір сөз сөйлейсіз, қанша құлақ бар, сонша сөз жаратылады. Егер қаласа, Аллах бұны топырақта да жасай алады. Оны пайғамбарымыз көрсетті мысалы. Сол үшін жаңа мылқаулардың сөйлей алмауы, ол тек қана ауаның Аллахтан әмір келмеген үшін ол сөйлей алмайды. Оны сіз енді жаттықтыруы мүмкін біреулер, оны емдеуі мүмкін. Әрине ол кейіннен зақым алған нәрсе болса, оны емдеуге болады, оны жаттықтыруға болады. Кейбір адамдардың мысалы тұтығып сөйлеуі, кейбір адамдардың мысалы кекештенуі, ол жаңа мына ерінді дұрыс қолданбау, тілді дұрыс қолданбауынан болады да. Негізі ол сөз жаратылып тұр негізінде.
Рахмет Ереке. Мына пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам хадисінде Құран оққан ауыздарыңды таза ұстаңдар дейді. Жалпы енді тазалық мәселесінде ең әуелі осы тілдің тазалығы алдыңғы орында тұру керек секілді. Сіз тіл маманы ретінде осы мәселелерді тереңірек қаузасаңыз және осы үннің, тілдің әдемі шығу үшін, таза шығу үшін осы балаларға, осы өсіп келе жатқан келешек ұрпаққа қандай кеңес берер едіңіз? Жалпы адамның жағы өзі қандай сөзді жаттаса, соны жиі айтады. Расында да, мысалы, тіл тазалығы, сөз тазалығы деген бір ғана мысал ретінде келтірейік. Дәл қазір сіз қазақша таза және дұрыс түсінікті тілмен сөйлей бастасаңыз, оған ешқандай дүниені алып қоспай, араластырмай, оны зиянды басқа да бір қосымшалармен қолданып сөйлемей, дұрыс сөйлей бастасаңыз, ең бірінші сіздің айналаңыздағы достарыңыз күледі. Қалай осы бір расында бізде қоғамда сол қалыптасып келе жатыр. Сіз соған мән бермей қазақы үнмен, қазақ тілін қолданатын болсаңыз, ертең сіздің балаңыз да солай таза сөйлейді. Ал енді тіл тазалығы дейтін болсаңыз, адамда оқыс оқиға барысында немесе өзі тығырыққа тірелгенде тұтқиылдан болатын дүниелерге қандай сөз оған айтуға оңай, жеңіл, жағы қай сөзді жаттап алған, сол сөзді бірінші айтады. Ол бәлкім бөтен тілдегі бір бұғауыз ба, боқтық па, былапыт па, бір бейпіл сөз ба, жоқ әлде өзінің ата дініндегі сабырға шақыратын дүние ма? Бір оқиға айтайын. Бір қызы, мен әжемнің баласымын, әжесінің баласы деп үйде солай баққан. Сонда әжеміз бір оқыс дыбыс естілсе, қатты дыбыс естілсе, дастархан үстінде бір дүние төгіліп кетсе, бірден Алла деп айтады. Алла деп. Оның рефлекс, яғни солай қалыптасқан өзін қорғауда. Ал мен кейін басқа да үлкен-үлкен кісілерді білеміз, яғни осы қарттық жасқа жетіп қалған жандардың өзі де осы кезеңде бір дастархан үстінде бір немесе бір дүние болса, онда бір дыбыс қатты естілсе, бөтен тілмен бір бұғауызды айтады. Әртүрлі дүниені айтады. Яғни шынымен сіз үнемі жақсы сөз айтып жүрсеңіз, сіз үнемі дұрыс сөз айтып жүрсеңіз, қазақта әрине бейпіл сөз бар. Қазақта бірақ андай былапыт, бейберекет, боқтау жоқ, байқасаңыздар. Ашуланғанда, сосын қарғағанда адамнан сондай бір сөз шығады. Басқа қалыпты күнделікті тұрмыс тіршілікте қазақ адамы, қазақ баласы жалпы жаман сөздерді, жат сөздерді қолдана бермеген. Кейін тағы бір дүние бізде бір енді өзім де алаңдаймын. Сол себепті де көп сөйлеуден гөрі көп тыңдауға, әлеуметтік желіде де көп жазба қалдырудан бөлек сол оқуға тырысам. Машығым сол болса екен деймін. Себебі бізде бұрын қарттар, қариялар жыр дастандарды баласына, немересіне айтып отыратын. Қазір соны білетін, яғни немерені батырлыққа баулайтын дастанды болсын, жырды болсын, әпсананы болсын, кім айта алады? Айтатындар бар шығар, бірақ некен саяқ. Екінші бір дүние, біз соларды естіп өстік. Қырымның 40 батыры, Қарасайғази, Дариға дастан, Қоз көрпеш, жаңағы Қыз жібек пен Төлегеннің жырындағы кейін Сансызбайдың кеп қосылатын нұсқасында біз бала күнімізде білдік. Ал енді осының тек көркем фильмдегі нұсқасын ғана біліп өсіп жатқан жандар бар. Осының барлығы келгенде негізі тілдің таза болу үшін, ертеңгі ұрпақ үшін, жаңа сіз айтқандай, адам өзінен бастап. Бәлкім біз сол кемшілікте қалып қойдық. Бірақ ертеңгі балаға, ертеңгі ұрпаққа бұны дұрыс жеткізу үшін біз де осы кезден бастап қазақтың аңыздарын, жырларын, тарихын айтып отырсақ, соған дағдылансақ, ол бала тілі таза шығады, дұрыс шығады. Себебі ертең біз расында да сіз бен біз, сіз де ата болуға жақын қалдыңыз. 30-да астық, оның өте жылдам өткенін байқап отырмыз.
ендігі 30 жыл таяған сәтте 60-қа келгенде мен немереме бір нәрсе айтуым керек қой. Мен көбіне осы дүние ойландырады. Яғни сөз тазалығы қазақта әу бастан бар. Ықылымнан қалыптасқан. Ол батырлар жырымен насихатталады. Жаңағы ала жіпті аттамау, әр батырдың, қарасаңыз, барлық батырдың қалпы, болмысы, табиғаты ұқсайды. Ол өтірік айтпайды, ол ұрлық жасамайды, ол ала жіпті аттамайды, ол жаудан қорықпайды, ол елін жерін қорғайды. Бір жырдың ішінде баланы тәрбиелейтін барлық дүние бар. Соны бесіктен шыққанда жаңағы тік тұрып тәй басқан сәттен бастап қалыптасқан баланың бізде дайындау үлгісі бар еді. Біз қазір экранға телміртіп қоямыз, немесе ұялы жаңағы телефондарымызды береміз, тыныш отырсын деп. Бірақ өзіміз қаншалықты ойнап жатырмыз. Кейде осы балабақшаның мамандары бізден сұрайды, баланың тілін қалай шығаруға болады деп. Біз түрлі дүниелерді қалыптастырып жатырмыз қазір шет-шеттен келген. Бірақ біз қалыпты дүние, қасқыр болып ырылдап, олардың жеңінен тартып, жағасынан алып, сол жағасынан алып жатқан кезде мауқыңды басып, бір иіскеп алып мойнынан, сөйтіп ойнамаймыз. Ыр деп қасқыр болып жатқанда ол қасқыр екенін білсе, ол да ырылдап семен ойнаса, ол ыр деген әріпті айтады ғой. Ал ыр деген әріпке қатысты Мұхтар Әуезовтің өзінің жазған өмірбаянында бір керемет оқиға бар. Ауыл молдасы жағына өзінің атасы Мұхтар Әуезовтен келді дейді. Мен 5-6 жасқа толған шақта. Естеріңізде ме? Сол кезде айтады, балам, ыр деген әріпті айтшы дейді. Менің білімді бастауыма себеп болған әріп ыр деген әріп. Р. Сөйтіп, ыр деген әріпті айт дейді, ыр деп айттым дейді. Жақсы деп. Мына бала оқуға дайын деп, жаңа ауыл молдасынан білім алады дейді еді. Бүкіл біздің жаңағы зиялыларымыз осы қазақтың жаңағы қалпын бұзбай сақтаған. Сонда ең бірінші дәрісте неге ыр деген әріп десе, онда сол өмірбаянын ашып оқысаңыз да болады, бұл әдебиет кітабында болды. Бисмиллахир-рахман-рахим деген сөздегі, рахман-рахим деген сөзде ырды айту маңызды екен. Сол кездегі молда үшін. Мына бала білім алуға дайын деп айтты дейді. Ұлтты сақтайтын, ұлттың жаңа әдебиетін, тілін дамытатын туындылар жазуға себеп болған бір әріп еді. Рахмет, Алла разы болсын. Біздің сұхбатымыздан өз кәделеріңізге, керектеріңізге жаратар әдем мағлұмат берілді деген ойдамыз. Келесіде жүздескенше сау, сәлеметте болыңыз.